Бүгін қарғыс атқан қуыршақ Аннабель туралы айтамыз. Бұл ойыншық өз иесіне жамандық әкеледі деген рас па? Не үшін Аннабель деп аталады? Неге ол қорқынышты? Және оны кім жасады? Дәл қазір видеоның астындағы подписаться кнопкасын басып, арнаға тіркеліп ал. Себебі осылайша жаңа жылға дейін 100 000 жазылушыға бірге жете аламыз. Менің атым Наурыз, біз бастаймыз. Аннабель туралы айтпас бұрын қуыршақтың не үшін қорқынышты екенін түсіндірейін. Жалпы қараңғы бөлмеде жалғыз болсаңыз, кез келген қуыршақ қорқынышты болып кетер еді. Тіпті балаларға арналған болса да. Психология профессоры Франк МакЭндрю өте қорқынышты хобби жайлы айтты. Бұл қуыршақ жинау хоббиі. Ойлаңызшы, түнде ояндыңыз, ал мына жақта өте көп сіз жинаған қуыршақтар сізге қарап тұр. Кэтрин Реддик дәл осылай қуыршақтардың коллекциясын жинаумен айналысады. Кейбір ақпараттарға сенсек, ол олармен сөйлеседі екен. Бірақ бүгін барлық қуыршақтарға тоқталмаймыз, тек біреуі ғана, Аннабель. Ең бірінші айта кетейін, Аннабельдің киносы бар. Ал бұл кинодағы оқиға өмірден алынған деген ақпарат бар. Рас өтірген видеоны соңына дейін көрсеңіз түсінесіз. 1970 жылдары әлдебір әйел қызына қуыршақ сатып әпереді. Осы сәттен бастап қуыршақ үйдің әр жерінен табыла бастайды. Біресе ас үйден, біресе дәлізден, немесе жатын бөлмеден. Тіпті оған ешкім тиіспесе де, қуыршақ өздігінен үйдің әр бұрышынан табылатын. Ал дәлізде қағазға жазылған сөздер табылды. Кішкентай қыздың есімі Аннабель Хикинс. Бұл қорқынышты оқиғалар көбейгеннен кейін олар осы ойыншықты паранормальды заттарды зерттеуші Эд Уоррен мен Лорен Уорренге табыстайды. Ал олардың айтуынша бұл қуыршақ бұрын көп адамдарды өлтірген екен. Ал Аннабельге келетін болсақ, қуыршақты Эд пен Лорен өз қолына алды. Қуыршақты қолға түсірген соң қуыршақтан елес көрінген екен. Жалпы бұл адамдар осыған дейін де осындай көп әңгімелер айтатын, қорқынышты заттарды зерттейтін. Бірақ кейін өздері мұның барлығы өтірік екенін мойындаған. Олардың паранормальды заттарды сақтайтын шағын музейі болған екен, және ол жерде шынымен де Аннабель әйнектің ішінде орналасқан. Әйнектің сыртында ешқашан есікті ашпа деп жазылған. Бірақ мынандай емес, мынандай. Шынымен де қорқынышты деп айта алмайсыз. Қалайша осындай бейкүнә нәрседен мынандай қорқынышты зат жасап шығаруға болады? Әрине, мынандай қуыршақтан сіз қорқынышты кейіпкер жасай алмайсыз. Сондықтан осындай қорқынышты кейіпкермен кино түсіруге болатын шығар деген ой келген шығар шамасы. Жалпы қуыршақтан, манекеннен, роботтан қорқу педиафобия деп аталады. Яғни денесі адамға ұқсас, бірақ эмоциясы мен көзі тірі емес заттан қорқу. Мысалы, мына роботқа қарап көріңізші. Қорқынышты болса, мына жердегі қуыршақтың көзіне назар аударыңыз. Байқадыңыз ба? Өздігінен қозғалып жатыр. Барлық қуыршақтардың ішінен тек осы ғана. Әрине, бұл нәрсе өтірік секілді. Себебі кейде қуыршақтардың көзі дұрыс істемей қалады. Сондықтан мұны елес деп қатты асыра сілтеудің қажеті жоқ. Ал сіз қалай ойлайсыз? Досым, дәл қазір мына подписаться кнопкасын басып жіберші, өтініш. Себебі соның арқасында біз тездетіп 100 000 жазылушыға жете аламыз. Бөлмені жинау барысында бұл қыз қуыршақты жерден көтеріп столға қояды, ал ары қарай олмен сөйлеседі. Осы кезде қуыршақтың көзі қозғалып кетті. Әрине, нақтысын білмейміз, бірақ монтажға көбірек ұқсайды. Шынымен де өтірік деп ойлаймын. Ал мына жігіт шамасы блогер сияқты. Бұл жігіт видео түсіріп жатқанда, оның артындағы қуыршақтың қалай қозғалып жатқанын көрдіңіз бе? Ал мына жерде ол тіпті жерге құлап кетті. Бірақ камераның артында не болып жатқанын білмейміз. Бәлкім біреу жіп байлап тартып қалған шығар. Ал ваннада түсірілген бұл видеода осы қуыршақтың қозғалғанын байқай аласыз. Өте қорқынышты. Қорқынышты сезінуіңіз мүмкін. Дәл солай клоундар да өте күлкілі, әрі көңілді. Бірақ ано фильмінен кейін олар да бейкүнә жан емес сияқты, өте қорқынышты көрінеді. Так, енді дұрыстап түсіндірейін. Аннабель киносына идея қайдан келді? 1963 жылы «Сумеречная зона» сериалы шығады. Мына қуыршаққа қараңыз. Ол өз анасын
Аннабель деп атаған екен. Міне, нағыз идея осы жерден алынған болуы мүмкін. Дәл осы сериалда да кішкентай қуыршақты анасына қызына сыйлайды, ал қуыршақ үйді аралап адамдардың зәресін алады. Яғни Аннабель киносы шын өмірден алынбаған, ол тек басқа кинодан идея ұрлаған. Идея ұрлау негізі жаман нәрсе емес, бірақ адамдарды қорқытып, шын өмірден алынған деп өтірік ақпарат тарату менің ойымша дұрыс емес сияқты. Досым, дәл қазір мына жердегі подписаться кнопкасын басып жіберші, өтініш. Барлығымыз бірге 100 000 жазылушыға жетейік. Менің атым Наурыз, келесі видеода кездескенше.